Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен мақтадай өте жұмсақ, көпшіліктің көңілінен шығатын чиз шелпек пен бауырсақтар жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ыдысымызға тұзды, қантты және майымызды салып аламыз. Үстінен қайнап тұрған 2 бокал су құямыз. Міндетті түрде су ыстық болуы қажет, майды ерітіп жіберу керек. Жып-жылы 4 бокал сүтімізді құямыз. 2 шай қасық қаштығымызды салып, араластырып аламыз. Үстінен ұнды салып қамыр илейміз. Ұнды мен мөлшерлеп қостым, нақты мынанша деп айта алмаймын. Себебі әркімде әрқалай болуы мүмкін. Ең маңыздысы қамыр осындай жұмсақ болғаны дұрыс. Бетін жауып көтерілгенше күтеміз. Көтерілгеннен соң бір қайтара илейміз. Міндетті түрде достар, ерінбей бір қайтара илеңіздер. Сол кезде сіздердің бауырсақтарыңыз тіпті керемет шығады. Екінші рет көтерілгеннен соң бөліктерге бөліп аламыз, өзімізге керек. Және жаямыз. Мен алдымен бауырсақтарды жаямын. Бауырсақтарды шелпекті жайғанда да қағаздай жұқа етіп жіберуге болмайды достар. Себебі қатты жұқа болса қытырлақ болғаннан бұрын қатты болып қалуы мүмкін. Өзіңіз қалаған формада кесіп аласыз. Мен осындай дөңгелек формада кесіп шықтым. Және достар, кесе салып бірден қуыруға болмайды. Осылай қойып 15-20 минутқа көтерілгенше күту қажет. Бауырсақты да, шелпекті де. Шелпекті де жаямыз. Шелпекті де қатты жұқа етіп жаюға болмайды, қағаздай етіп. Шелпек те қатты болып қалуы мүмкін. Менің көп адамнан байқайтыным, шелпегі де, бауырсағы да қатты болып қалады. Себебі олар көтерілуін күтпегендіктен деп ойлаймын. Міне осылай көтерілуі қажет. Қызып тұрған майға салып, қызартып, екі жағында қуырып аламыз. Негізі мен қуырғанда бауырсақтарды қатты қызартып қуырғанды ұнатпаймын. Шамалы осылай сарғайған кезде аударып аламын. Маған осылай ашықтау түсте болғаны ұнайды. Сіздер өздеріңіздің талғамыңызға қарай қызартып қуыра берсеңіздер болады. Міндетті түрде сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін. Қазақтың ешбір жиыны бауырсақсыз өтпейді. Көпшіліктің үйіңізге келген көпшілік қонақтың көңілінен шығады деген ойдамын. Шелпекті де осылай қызартып, екі жағында қуырып аламыз. Міндетті түрде отыңыз орташалау болғаны дұрыс. Орташа отта осылай қызартып қуырып аламыз. Міне достар, біздің шелпектеріміз де, бауырсақтарымыз да жалпы дайын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдыруды және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар.